Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгін әдебиеттік оқу сабағының БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңда. Қуаныш. Көктем шығысымен анар есігінің алдына гүл егіп, ағаш көшеттерін отырғызды. Оларға күнделікті су құйып, күтіп, баптап жүрді. Бір күні анар әжесімен бірге ауылға кетті. Таңертең гүлдері мен ағаштарына су құю керек екені есіне түсті. Анасына тапсырып кетпегеніне өкінді. Өзі барғанша гүлдері солып қалатын шығар деп уайымдаумен болды. Әжесінің үйінде ұзақ жата алмай, 4-5 күннен соң қайтып келді. Келсе, гүлі де, көшеттері де жайқалып өсіп қалыпты. Сөйтсе, анасы су құйып күтімге алып жүріпті. Оны көрген анар қатты қуанды. Берілген жоспар бойынша осы мәтіннің мазмұнын айт. Жоспар: көктемгі еңбек. Көктемгі еңбек бірінші анардың еңбектенуі, гүлдер отырғызуы, көшеттер отырғызуы ағаштардың, және соларды күтіп баптап, оларға су құюы. Екінші анардың уайымы. Анар не деп уайымдады балалар? Ол көшеттерім, гүлдерім солып қалатын болды, олар суарылмай қалатын болды деп уайымдады. Анасына айтпай кеткеніне өкінді. Ал үшіншісі анардың қуанышы. Анар неге қуанды? Анасы анар айтпаса да гүлдерін суарып, көшеттерін күтіп баптап қарапты. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі: қорық, қорықшы сөздерінің мағынасын қалай түсінесіңдер дейді. Қорық дегеніміз не? Қорық аумағындағы барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа пайдаланудан, яғни адамдардың пайдалануынан алынған және үкіметтің, яғни мемлекеттің қорғауында болатын жер немесе су кеңістігі. Сирек кездесетін табиғи кешендерді барлық жиынтығымен қоса сол қалпында сақтауға арналған ерекше табиғи аумақ. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Келесі: қорықшылар. Қорықшылар кімдер? Орманның немесе табиғи кешеннің қорғаушылары. Олардың міндеттері өз аумағын бақылау, қызыл кітапқа енгізілген жануарлар қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жергілікті қоршаған ортаға ықтимал қауіпті жою мақсатында ауру және агрессивті үлгілерін түсіру, коммерциялық түрлерінің санын жүргізу. Жақсы, бұл сонда қорықшылар дегеніміз осы қорықты қорғайтын, ол жердегі қауіпті нәрселер болса, солардан қорықтың аумағын бақылап қорғайтын адамдар, яғни табиғи аумақтың қорғаушылары екен. Жақсы. Келесі үшінші: еліміздегі қорықтар туралы не білесің? Біздің Қазақстанда 10 мемлекеттік табиғи қорық бар екен. Ақсу-Жабағылы қорығы, Алматы қорығы, Наурызым қорығы, Барсакелмес, Қорғалжын, Марқакөл, Үстірт, Батыс Алтай, Алакөл және Қаратау қорығы. Қорықтарда сирек кездесетін жануарлар мен құстар өмір сүреді. Өсімдіктер шайқалып өседі. Қорықты құрудағы мақсат жануар мен табиғатты сақтау және қорғау. Қазақстандағы қорықтардың жалпы ауданы 1.610.973 гектар болады екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі БЖБ тапсырмалар аяқталды. Сендерге түсінікті деп ойлаймын.